Қазір ел көлемінде жедел респираторлы вирустық инфекцияның, яғни тұмаудың алдын алу шаралары жүруде. Санитар мамандардың дерегінше, бүгінгі таңда республикадағы 1 миллионнан астам адам егілген көрінеді. Ол үшін қазынадан 600 миллион теңге қаржыда бөлінген. Бөлінген қаржыға 800 мың доза вакцина алынып, әр облысқа таратылып берілді. Қазақстан бойынша қазіргі санда уже 1 миллиондай адамдар уже егілді тұмауға қарсы. Оның ішінде 34% балалар, 5% жүкті әйелдер болады. Соңген 6%-тан аса платный, анада өз ақшасына сатып алатын население. Соңген 17% за счет работодателя дейді ғой. Жұмыс орнында егіп жатыр. Кеше санитар мамандар Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, ұжым қызметкерлеріне тұмаудың алдын алу жөнінде кеңес өткізді. Өткен жылы аталмыш дертпен 34 адам тіркелген болса, ағымдағы жылы бұл көрсеткіш 31-ге жетіпті. Жыл басында тіркелген бұл адамдар тиісті ем-домдарын алып сауығып кеткен. Біздің облыста биылғы жылға 12 жылға жергілікті бюджеттен 14 миллион 900 мың теңге қаралды ақша. Тұмау вакцинасын сатып алуға. Ол вакцинаға 21 мыңның үстінде 22 мың дозаға вакцина алынды. Ол вакцинаны бүгінгі таңда жасалып уже 20 мың үстінде адамға жасалды, 99%. Жедел респираторлы вирусты инфекциясы байқалған кезде өзге адамдарға жұқтырмау үшін маска киіп жүрген жөн.